Қайырлы күн достар, бүгін творожный пирог жасаймыз. Керек заттардың барлығы астында описаниеда бар. Майымызды ертіп алып, бір жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Сосын қантымызды саламыз. Жақсылап бұны араластырып аламыз. Қантымыз ерігенше. Енді ұнымызды саламыз. Аз-аздан салып отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығу керек. Сол кезде біздің пирогымыз өте жұмсақ болып шығады. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Творогымызға 2 жұмыртқа, қант салып, жақсылап араластырамыз. Начинкамыз осындай дайын болды. Қамырымызды 24 диаметрлі формаға осылай орналастырып, ішіне начинкамызды құйып, 180 градуста қызып тұрған пешке 30-40 минутқа жібереміз. Менікі ыстықтау болып тұр, бірақ сіздер суытып солай жесеңіздер болады. Өте дәмді, нежный болып шығады. Жасап көріңіз.